Ал Қазақстан ТМД аумағында бірінші болып аусылдан ада мемлекет мәртебесін алды. Бұл туралы Парижде өткен халықаралық эпизоотикалық бюроның 83-ші сессиясында белгілі болды. Әзірге еліміздің 9 облысы ғана дерттен дін аман деп танылған. Енді ауыл шаруашылығы министрлігі өзге аймақтардағы жұмыстарды күзге дейін аяқтаймыз деп отыр. Еліміз бұл мәртебеге лайық болу үшін екпе мен диагностикаға ерекше ден қойып, аудандарда арнайы ветеринарлық зертханалар құрды. Онда бюджет есебінен аусылдың алдын алу шаралар жүргізіледі. Ал аурудан ада елге үлкен нарыққа жол ашылады дейді мамандар. Оның үстіне бүгінде Еуропа мен араб елдерімен ауыл шаруашылығы саласында байланыс нығайып келеді. Аусыл ауруына қарсы егілетін вакцинаға және диагностикумдарға талап күшейтіліп, соңғы біз 2,5 жыл деуге болады, біз аусыл ауруын жоққа шығардық. Бұның көмегі, пайдасы біздің мал шаруашылығының өнімдеріне ешқандай кедергісіз кез келген әлемдегі елге экспорттауға болатын сондай мүмкіндік ашылады.